Қалалық маслихат қабырғасында жергілікті полиция қызметінің жұмысы талқыланды. Жергілікті полиция басшысы Александр Михайлов құқық қорғаушылардың соңғы 6 ай ішіндегі атқарылған жұмыстар жайында баяндады. Бүгінгі таңда жергілікті полиция құрамында 403 қызметкер жұмыс жасауда. Петропавл аумағында 13 полиция пункті бар. Жергілікті полиция қызметінің қызметкерлері қала тұрғындарымен үнемі байланыста екен. Жыл басынан тұрғындармен 52 кездесу өткізіліпті. Стоит отметить стабилизация оперативной обстановки. Облыс аумағында 4666 видеокамера бар. Олардың 74-і жедел басқарма орталығына қосылған. Жыл басынан қоғамдық орындарда жасалатын қылмыстардың саны 704-тен 611-ге дейін азайған. Сонымен қатар бұзақылық фактілері 125-тен 53-ге дейін азайып отыр. Жол патрульдік полиция қызметкерлері де жыл басынан әкімшілік заң бұзушылық жасаған 20192 адамды ұстаған. Олардың дені көлікте қауіпсіздік белдігін тақпағандар және жол қауіпсіздік ережелерін ұстамағандар. Бұнымен қоса жиын барысында өткелі тұрған 4-ші шақырылым депутаттарының кезектен тыс 23-ші сессиясында шешілетін Петропавл қаласы бойынша жер салығының базалық ставкаларын түзету жайы талқыланды.